Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай үйде бар заттардан жасалатын қарапайым, дәмі өте керемет салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге видеода көрсетілген көкөністер қажет болады. Алдын ала сырттарын жуып тазалап аламыз және видеода көрсетілгендей қажет емес бөліктерін алып тастап соломка етіп турайтын боламыз. Қиярымызды турап болғаннан кейін қызанақты да дәл қияр сияқты етіп турайтын боламыз. Енді капустамызды да дәл осылай турап аламыз. Дәміне қарай өзіңізге ұнайтын аскөк түрін қолдансаңыз болады. Мен бұл жерде укропты қолдандым. Егер петрушка болатын болса, петрушкамен орнын алмастыруға болады. Турап болған көкөністерімізді осылай үлкен ыдысқа салып, үстіне консервіленген жүгеріні қосатын боламыз және 1 шай қасық тұзымызды қосып, үстіне майонез құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Салатымыз осылайша дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте әдемі. Bir жасағаннан кейін өзіңіз ақ қайта жасай беретін боласыз және отбасы мүшелеріңіздің барлығына ұнайтын болады. Менімен бірге қайталап жасап көріңіздер және видеом сіздерге пайдалы болса, көңілдеріңізден шықса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария бөліміне өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса отырыңыз. Назарларыңызға рахмет. Менің каналымда шығатын жаңа видеода кездескенше.